Қатерлі ісіктен деген келін. Екінші бөлім. Камиланың жайынан төркіні де хабардар болды. Жыланды қалай үйімізге кіргізбенбіз? Малдың аласы сыртында, адам аласы ішінде деген текке айтылмапты ғой деп, бас бармақтарын тістеп өкініп қалды. Бұл уақытта Ерман ішкілікке тіптен әуестеніп, қолдан ұшырып алған бақ құсына енді қолы жетпесін ұғынып, өмірден бас кешті. Арада бір ай өткенде Зерешті анасы білікті мамандарға көрсетіп, қызын құлдырақтаудан сақтап қалды. Өзі қалаған түрлі үйелмелерге қатыстырып, Зерештің күн тәртібі баяғыдай бос қалмады. Бірде үйелмесінен үйге келіп, екінші үйелмеге кетуге жиналып, әлденіп дастархан басында отырғанда, қызының жанына келіп отырып, жайғасқан Камила қызымен шер тарқатып сырласты. Бұл тақырыпта сөйлеспеген еді. Алғаш рет екеуі ашық әңгімелесті. Сонда Зереш: «Мама, уайымдамаңыз, барлығы оңалды, шүкір, қиындықтар артта қалды. Сіз де өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Жеке өмірімде бақытты боламын деп ұмытылғаныңыз айып емес. Бірақ та басқаны қойғанда өз папам өзектен тепті ғой. Басқа еркек сізді де, бізді де бақытқа бармайтынын ұқтық қой. Енді ешкім келмесінші, өмірімізге деп көзіне жас алып, сөмкесін алып сыртқа шықты. Ана жүрегі қарс айрылып, жаны құлазып, мұңлықтан күйін кешті. Камиляның әкесі Қайрат ауылға келіп, бұрынғы күйеу баласын іздеп тапты. Құдай оңдап, басын жаза алмай көшеде кім көрінгеннің қолына телміріп отыр екен. Көлігіне отырғызған Қайрат өзімен әңгіме барын айтып алып кетті. Ауылдан алыс шығып, басы сынып тұрған күйеу баласының басын жазып, осы соңғысы болсын, Семенді ойласаң деді. Содан не керек, қалай болды бәрін айтты, қызының жайына дейін. Қайда үй болам, ол қызыма еге болам десең, Камилямен табыс, болған жайға оны кінәлама деп, бар ақылын айтып, біраз сыр шертісті. Бастапқыда Камиляны іштей кінәлағанымен, бәленің бәрі өзіне бастау алғанын көрген соң, тілін тістеп қалды. Ертеңіне қайын атасымен бірге ілесіп, Ерман бұрынғы жары Камиляның босағасына бас сұқты. Ерманды келеді деп ойламаса керек, ыңдарылып тұрып қалды. Кек жанында әкесі болған соң Камила аздап аяқ тартты. Әйтпегенде іштегі жиналған бар өшу ыза мұны көріп, сыртқа атқыланып тұрған еді. Әкенің аты бәрі-бір әке. Қосыл мойнына асылып, әбден сағыныштарын шығарып алды. Қыздарынан Зереш қана жанына бармады. Қайтсын, кішкентай ішінде қаншама нала жатыр емес пе? Камиланың әкесі Қайрат: «Қызым, қателіксіз пенде жоқ, өмір ғой, кешіріп үйрен қалқам. Екеуіңе де жырақ жүру жақпаған екен. Жазмыштың жазуы болса қайтеміз, басқа салғанды көріп, көніп те келеміз. 4 баланың тірі жетім болып көрген қасіреті жетеді. Өздеріңді емес, осыларды ойлап, қайта қосылыңдар» деп батасын беріп үйіне қайтып кетті. Екінші қызы кішкентай 2 інісін алып, аулаға ойнатуға алып шығып кетті. Сөзді Зереш бастады. «Әке, қарақан басыңызды ойлап, мамама көрсетпегеніңіз қалмап еді. Кішкентай болсам да, шешемнің көргендерін мен де көрдім. Сіздің жауапкершіліксіз болғаныңыздан мен де тағдырдың соққысын аз жемедім. Бақытты боламыз ба деп едік, сорымыз бітпей қойды. Өз әкем өгейлігін көрсеткен соң, өзге аясын ба? Қайта қосылсаңыз, бұрынғы қиғылығыңызды көрсетем демеңіз. Олай жасай алмасаңыз, адам болып келген үйімізден адамша кетіңіз. Ал егер жоқ өзгердім, бәріңді қорғай аламын, қанатымның астына кеп паналаңдар десеңіз, біз барамыз. Бірақ та мама соңғы сөзді өзі айтар деп, жасқа толы жанарын іліп алып, сыртқа беттеп кетті. Ерман мен Камиля ұзақ отырып сөйлесті. Камиля бірден бара алмайтындығын, уақыт беруін сұрады. Арада 1 жеті өтті. Омида бұл кезде төсек тартып, сырқаттанып қалған болатын. Ермек отбасына барғанын апта алдын айтпаған еді. Бүгін бір кеулі орнына түсіп, ауырып жатқан шешесінің көңілін көтерейін деді ме? Барын ашып айтты. Жақсылықтың иісі сездім-ау деп қуанды. «Балам, көңіліңнен көтерілгені жақсы болған екен. Десе де, қазір айтпасам болмас. Шырағым, уайым ішіме түсіп, адам бола алар емеспін. Әлгі Лилия құрғыр
Мына үйді өз атына рәсімдеп алыпты. Қалай байқамағанмын, білмеппін. Әйтеуір санаторийға құжат дайындаймын, қолыңызды қойыңыз деп айтқан шақта, оған сеніп құжатты оқымай қол қойған едім. Сөйтсем, құрығына ілініппін оңбағанның. Ендігі ол үйді сатып жіберіпті. 2-3 күнде үйден кетіңдер деп отыр, жаңа егесі деп, ебіл-дебілі шығып, жылап отыр. Қуанышы суп сепкендей басылған Ерманның қаны басына шапты. Ашудан булығып, артық сөз айтып қоймайын деп, дереу үйден кетіп қалды. Лилияны әбден іздеп еді. Жер жұтып қойғандай таппады. Даланы кезіп-кезіп, қаладан бірақ шықты. Камиляға келді. Қалтасындағы телефонын шығарып, Камиляға қоңырау шалып, тысқа шықшы күтіп тұрмын деді. Ол уақытта екеуінің ара қатынасы түзеліп қалған еді. Көп күттірмей Камиля да шықты. Солай екеуі орындықта отырып сөйлесті. Саған үміт сыйлап, тағы да тастап кеткелі тұрғаным үшін кешір. Камиланың жүрегі зу ете қалды. Кеудесіне симай, көңілі де аласапыран болып тұр. Апамның айдауымен сені құрттым. Өзімді де бас жоқ. Өзі таңдап әперген қызы сазға отырғызып кетті. Күні ертең үйге сендерді алып барамын деп отырсам, үйді әлгі қатын өз атына аударып, ендігі сатып жіберіпті. Бұл жайлы апамның білгеніне көп болыпты. Ойымнан ішіне жұтып ауырып жатып қалған еді. Енді амал жоқ, жағдай осы. Енді не болады деп, сұраулы жүзбен жаны ашып, таңырқай қарады. Апамды алып кетемін, қайтем енді. Ағаға барасың ба? Ол кісі мен түгілі апамызды сыйдыртпаған. Інім әскерден келгенше аялдаймыз, онан соң басқа жаққа көшеріміз деді Ерман. Шамалы үнсіз қалған Камила, апамды алып осында келіңдер. Енді қосылғалы тұрғанда ажырап кетсек тағы да балалардың жүрегі ауырар. Бірге көріп, үйреніп те қалды емес пе? Арада 2 күн уақыт өткен. Маған келгендегі Ерманның өңін айтып жеткізе алмаймын. Сондай бір үміті үзілген тұр еді. Сол түні қатты ойландым. Бір шешімге келе алмай, 2 күнге ойымды жинақтай алмай жүрдім. Кенет шешім қабылдадым. Қолыма бірден телефонды алдым да, тағы ойланып қалдым. Қыздарыма кішкентайларымды табыстап, бірер сағатқа шұғыл жұмысым барын айтып, тез шығып кеттім. Сыртқа шықтым да, автобусқа отырып уақыт жоғалтпайын деп, бірден таксиге отырдым да, ауылға жолға шығып кеттім. Иә, баяғы менің көз жасыма себеп болған, балаларымды тірі жетім еткен, бақ мекен емес, сорыма айналған сол үйге өзім аттандым. Кім ойлаған, бір кездері осы үйден жылап кеткенімде, қайта сол үйге асығып келеді деп. Не керек, осындайда уақыт құрғыр өтпей кетеді ғой. Ерманға қоңырау шалып ескертейін дедім де, ол ойымнан тағы айнып қалдым. Бірнеше сағаттан соң ауылға да жеттім. Көлік үй тұсынан тоқтады, менің айтуыммен. Қарасам үй қақпасы айқара ашық тұр екен. Жүрегім қалқынып, кеудеме симай келеді. Бірнеше адымдағы жерге жете алмай келемін. Жүрген сайын ұзап кеткендей көріне берді. Ішімнен, Құдайым-ай, көшіп кетпесе екен деп тілеумен келемін. Кіргенім сол еді, есіктен таяққа сүйеніп тұрған енемді көрдім. Баяғы бойындағы күшімен қуаты қалмаған, адуынды ененің ізі де жүзінде жоқ. Уайым мен қайғы еңсесін өзге бір бейбақ кейуананы көрдім. Ол кісі де мені жазбай таныды. Кідірместен алдына барып, иеліп сәлемімді салдым. Көп жаса жарығым, ұрпағыңмен өсіп өн деді де жылап қалды. Ол амалының бір ұшымен жасын сүртіп, алдына тізерлеп, жалынайын, кешір мені деген апам, таяғын тастап жіберіп, шынымен де аяғыма жығылғалы еңкейіп жатыр. Тұла бойым шымырлап, апамен қосылып мен жылап, о не дегеніңіз апау, олай жасамаңыз, тұрыңыз қане деп тізерлеп жатқан апамды орнынан түрегелдіріп, апа, кештім, сіз де менің айыбым болса кешіңіз. Осылайша апамды барыммен кешірдім. Қайтсын, адам болашағын болжай алмайды ғой, дүниенің жылтырына алданып, қате басқан екен, ертеңін сонда осылай болады деп ойламаса керекті. Бір қуанғаным апамның тәубесіне келгені еді. Бірақ апамның дүниенің шырмауынан шығып тура жолға түсуі үшін осыншама сынақтан өтуі керек болған шығар. Барынан айырылып барып, шүкірін айтуы соңын өтеуі ме екен.
Дүние адамның жүрегіне кірмесін дер едім. Кіріп кетсе, адамға өте қиын. Не сенен тағдыр жақыныңды алады, не барыңнан айырыласың. Солай тәубеге келіп көзің ашылады. Бұл дүниеде тәубеңе келсең жақсы ғой, о дүниеге шүкірсіз аттанғаннан. Сонымен не керек? Апам мен жолдасымды қазіргі тұрып жатқан үйімізге алып келдім. Бала-шағам түкке түсінбей, аң-таң. Апам байғұс олардан да кешірім сұрап, жыларман болып жүр. Сөйттім де дереу тоңазытқыштағы етті шығарып, қазанға салып ет астым. Бұл уақытта Ерман үйге молданы шақырды. Мен әкем мен шешемді де шақырдым. Молда келіп, Ерман екеуміздің некемізді қайта қиды. Әрине, бұл жағдайға әкем мен анам қуанды. Менің жасағаныма риза болып, ақ баталарын берді. Отбасым үшін күрескенімді ерлікке балап риза болды тіптен. Пәтерлер тосақты, үй іші бөлмелері аз болса да, көңіл тыныш болған соң, бәріміз де сыйдық. Зерешім бәрінен де мәз. Осылай болу оның арманы екен. Қалған 3 балапаным тіптен шат-шадыман болып жүр. Залға әжесімен 4 немересіне төсек салып бердім. Олар түнімен күбір-күбір етіп, әңгіме дүкен құрып, таңға жуық ұйықтады. Ең соңында әжелері ертегі айтып берді. Көп қабатты үй болған соң барлығы естіледі. Ал біз Ерман екеуміз бір-бірімізді енді таныған адамша ұялып барып бір-бірімізге үйрендік. Ашылып әңгіме айтып, болашаққа жоспар құрдық. Ең маңыздысы, бұлыңғыр болған өткенімізді ұмытамыз деп шештік. Бір-біріміздің бетімізге баспаймыз, қанша ұрысып талассақ та деп бір мәмілеге келдік. Шүкір, содан не керек міне. Арағыда 2 жылға жуық уақыт өтті. Ерман сол күннен бастап арақты аузына да алмады. Сол пәтерде әлі де тұрып келеміз. Бізде шүкір бәрі жақсы болды. Тек қана апамыздың сырқаты үдей берді. Басы қатты ауыра беретін болды. Қаратпаған адамымыз қалмады. Аурухана есіктерін жағалаудан шаршамадық. Апамның жасы 70-те жаңа ғана алқымдаған еді. Апам бір жерде төсек тартып жатып қалды. Соңғы сәтінде жанынан шықпай, аузына суын тамызып отырдым. Ақтық сапарына өз қолыммен шығарып салдым. Көрерінде ақ батасын беріп, разылығын айтып кетті. Осы пәтерден апамызды шығарып салып, ауылға апарып еліне жерледік. Қайынағам ғана келді. Ауыз абысыным болса, ауырып жатырмын деп айтып келмеді мүлде. Қайынаным болса, бұл кезде әскерден келіп қойып, басқа қалаға жұмысқа кеткен болатын. Апамыз нашарлаған сәттен естіртіп, ол да келген болатын. Апамызды ақтық сапарға шығарып салып, қайта үйімізге келдік. Қайнымды да өз жұмысымен қайта шығарып салдық. Алла жаныңды алмаған соң, тірі болған соң тіршілігіңді жалғастырады екенсің. Адам аяғы саябырсып, бәрі өз үйлеріне тарқаған соң, үңірейіп өз үйімізде өзіміз ғана қалдық. Қимайды екенсің бәрібір. Таластық, тартыстық, ұрыстық, керістік, бет көрместей болып кетіп, қайта бір-бірімізді іздеп табыстық. Сол күні жолдасым үйге кеш құрым келді. Онда да маған қоңырау соқты. Балалар ұйықтап қалды ма деді. Иә, түннің бір уағы сағат 11-ден кеткен еді. Сабақ мезгілі болған соң, әлде қашан ұйықтап қалған балалар. Деді де тұтқаны қойып, жоғары көтеріліп үйге кірді. Есік алдында күтіп тұрған маған. Оның аузындағы ащы иіс демімен бірге бірден сезілді. Ойымды оқып қойдым да, қорықпа, аздап ұрттадым, ішпеймін енді деп бірден жатын бөлмеге кіріп кетті. Енді ұқтым, балаларым мас күйімде көрмесе екен деген екен ғой сұрағаны. Соңынан мен де кіріп, ұйықтайын деп жайғасып, айна алдында шашымды тарап отқам. Ерман менің жаныма келді де, мені құшақтап басымнан сүйді. Рахмет саған деді жылап тұрып. Еркекті адам ететін әйел деген тап рас екен. Әйелсіз ерге күн қаран. Сен болмасаң мен бұл уақытта көше кезіп жүрер ме едім. Мені де апамды да кешірдің деді. Мұрнына тамған жасты сүртіп, мұрнын бір тартып қойды да, мен қуанамын апамның уайымсыз о дүниеге аттанғанына. Сен келмегенде, кешірмегенде, ол әлде қашан күнәһар сезініп, өзін өтіп кеткен болар еді өмірден. Мен жар таңдаудан қателеспеген екем. Рахмет саған кәмі үшін деп, кеудесіне қысып құшақтады. Артық сөз айтпадым мен. Бағамды біліп, бағалай алған адамға өткенді мұжып айта бергеннен
Не пайда? Содан не керек? Тіршілігімізді жалғап, күн кеше бердік. Сол баяғы блог жүргізуіме жолдасым үзілді-кесілді қарсы болды. Қанша жерден қаражат келсе де, керек емес, мен қаламаймын деп кесіп айтты. Солай блогпен де қош айтыстым. Мен үшін отбасымның тыныштығы маңызды болды. Әлгі Ерманда үйдің сыры сыртқа шықпау керек деп қоймады. Бірақ торт пісіруді жалғастырып жүрдім. Ерман болса стройкада, құрылыста істеп жүр. Таңнан кешке дейін табанын тозып, тірлік етіп жүрген күйеуімнің табысын Алла еселей бер деп үйде отырумен дұғада болдым. Бұл уақытта үлкен қыз студент атанған. Осы қалада өзіне ұнайтын салада оқып жүр. Грант негізінде оқуға түсуге 3 бал ғана жетпей қалды. Әкесі сонда да оқи бер, өзің қалаған мамандықта мен оқытамын деп қолда көрсетіп сөзінде тұрып келеді. Жыл өткен соң кіші қыз студент атанды. Ол өз күшімен оқуға өзге қалаға түсті. Ал ұлдар болса әлі кішкентай, мектепте оқып жүр. Күндердің бір күні аяқ асты, ауырып мазам қашты. Омырауым сыздап, солқылдап ауыратынды шығарды. Дәрігерге қаралдым бар. Бірнеше тексерістен өтуге кеңес берді. Айтқандарын толықтай жасап, қорытындысын алуға алдына қайта барғанымда, өмірімнің бұған дейінгі көрінгені жай ғана нәрсе болып қалды. Сынақтың көкесін енді көріппін. Оң жақ омырауымнан қатерлі ісік табылыпты және екінші сатысына өткен көрінеді. Міне, мен осыдан кейін денсаулығым үшін күресіп келемін. Жолдасым Ерман бір емес 2-3 қара жұмыс жасап кетті. Қыздарым оқуымен қоса, олар да даяршы, ыдыс-жуушы болып жасап жүр. Мен қаншама сынақ көрдім. Жолдасымнан, енемнен, қыздарымнан деп ойлап жүрсем, оның бәрі жай ғана өмір үшін дайындықтағы кіріспелер ғана екен. Жылай-жылай жанардан жас та шықпайды. Аурухана мен үй ортасында жүргенімде, міне жарты жылдан асып кетті. Ештеңеге әлім жоқ. Оң жақ омырауымды түгелімен алып тастады жақында. Бастапқыда тек қана ісікті алған еді. Онымен оңала қоймадым. Амал жоқ, әйелге тән нәзіктік құбылысымның бәрінен айырылдым. Қазір тек аман есен жаным қалса деп тілеймін. Қаршылай қиындықта шыны керек бітпей қойды. Кейде үйіме мен масыл болғаннан басқа не істеп жатырмын деп жылап та аламын. Бәрін қинап қойдым деп өзімді кінәлі сезінсем, жолдасым мен қыздарым ұрсады екі жақтап. Төркініме де рахмет, көп көмектесті. Алайда қазір кімге өкпелейсің? Әр отбасының өз мәселелері бар. Өмірлеріндегі қиын күнге де шүкір ете біліңдер. Бұл өмірде ең бастысы адамшылдық қасиетті сақтап, бағалай біліңдер. Жақсы адам болудан танбаңдар. Таспен атса, аспен атыңдар дегім келеді. Ең маңыздысы, қымбатты, ол денсаулық екенін ұмытпаңдар. Осымен әңгіменің соңы.